Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі жаттығуымыз гіртаспен турник болады. Турникте 10 тартылып, гіртаспен трастер еткен жаттығу. Соң оны сөйтіп 5 подход жасаймыз. Әр подходтан түрін алып отырамыз, лестница аламыз. Бірінші подход 10 болса, 9, 8, 5-ке барамыз. Көріңіздер ешбір болмағандар қызықты болады деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, осы видеоны бөлісіп отырыңыздар, достарына жіберіп бөлісейік. Спорт денсаулықтың кепілі. Арасын бірінші подход кетті. Арасын 1 минуттан демалғандыз. Өйткені трастер негізі ауыр жаттығу бір. Сондықтан арасын 1 минут. Деміз басқаншаға. Көрек қайық. Бескеден барам енді.
минималь. 1,5 метра. Сондай болуп турат. Теміз басқан жерім аяқ жаман. Темізді басып алдық. Үшінші партия. Сені тұрамыз. Then you have magic. Енді екі подход қалды. Алды, одан 5 кеттік. Әдемі кетіп отыр.
негізі 4 подход деген екінші рет шығады дейді. Сол рас болып тұр ау. Ал енді соңғысы 5-шісі кеттік. Бесінші қиналып қалдық, ә? Еш нәрсе емес. Міне, өйстіп түнепен керісізі денсаулық қалай пайдалы. Дене бітіміңді өзгерді деймін. Ойлаймыз. Міне достар, осындай жаттығулар жасадық. Өзек ақ жаттығу. Мен ойлаймын, осы жаттығудан уақытты аз адамдарға арналады. Сен ары кетсе 5 минуттық жаттығу өзі 5 минут. Одан көп болмайды. Одан көп болса жаттығудың мәнісі кетіп қалады. Ал ендеше видео болса лайк басыңдар, тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоны міндетті түрде достарыңызға бөлісіп көрсетіңіздер. Кейбір ойлайды, ой, мен семіз болған арықпын деп оған алынмаңдар. Мен де арықпын, салмағым ары кетсе 60 кило. Сонда спортпен айналысам. Спортпен айналысыңыздар. Спорт денсаулықтың кепілі. Сондықтан жаман әдеттен аулақ, осы жақсы әдеттен айналдырайық. Достар, келесі кездескенше сау саламат болыңдар.